Көктемнің алғашқы мерекесі де жақындап келеді. Халықаралық әйелдер күніне орай біраз көңіл қуантарлық жағдай орын алмақ. 8 наурыз мерекесіне орай бір реттік әлеуметтік төлем берілетін болады. Оны кімдер ала алады? Ол қанша мөлшерде берілетін болады? Осы әлеуметтік төлемді алатындардың санатында барсыз ба? Тақырып қызықтырса, видеоны толық қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Басқа өңірлерді қайдам, Күнгейдің орталығы Шымкентте әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталған шаралар әрдайым орындалып тұрады. Зейнеткерлерге шипажайға тегін жолдама да беріледі. Қоғамдық көліктерде қадірменді қариялар тегін қатынай алады. Жуырда енді Шымкентте 8 наурыз мерекесі қарсаңында бір реттік әлеуметтік төлем берілетін болады. Балағынан бала саулағандардың басым бөлігі күнгейліктер екені белгілі. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында 2025 жылдың 1 ақпандағы мәліметі бойынша көп балалы аналар саны 67.741-ді құрап отыр. Оның ішінде алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталғандар саны 13.805. Көп балалы, яғни 4 немесе 5 баласы бар аналар саны 53.936-ны құрайды. Шымкент қаласы мәслихатының шешіміне сәйкес 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай алтын алқа және күміс алқа иегерлері, батыр ана атағын алғандар, 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендермен наградталған аналарға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік әлеуметтік төлем жасалатын болады. Яғни 20 000 теңгеге жуық әлеуметтік төлем алатын болады. Бұған шымкенттік аналар қуанулы. Ал өзге өңірде мұндай төлем бола ма, болмай ма, ол жағы әзірге белгісіз болып отыр. Көп балалы аналар саны еліміздің 3 мегаполисінде жылжыған сайын көбейіп келеді. 4 немесе 5 баласы барлардың қатары да көп. Оның ішінде егіз немесе үшем туғандар қатары да артып отыр. Осылайша жыл сайын 3 мегаполистің халық саны артып келеді. Бұл әрине көңіл тоғайтарлық жағдай. Бір реттік әлеуметтік төлем үшін көп балалы аналардың тізімі азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы базасынан алынатын болады. Яғни көп балалы аналар жоғарыда айтылған алтын алқа, күміс алқа иегерлері, батыр аналар, 1 және 2 дәрежелі ана даңқы орденімен марапатталғандар ешқайда құжат тапсырып әуре болудың қажеті жоқ. Ол үшін барлық құжаттар азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы базасынан алынатын болады. Осылайша көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз мерекесіне орай шымкенттік аналар қуанышқа кенелгелі отыр. Бұл да болса үкімет тарапынан көрсетіліп жатқан әлеуметтік көмектің бір түрі.